Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі аудит пәні арнайы экономикалық пәндер оқытушысы Байшымыров Досжан Жанболатович. Есеп және аудит мамандығының 3-ші курс білім алушыларына арналған видео сабақ. Сабағымыздың бүгінгі тақырыбы аудит құқығының негіздері. Мақсаты білімділік. Аудит құқығының негіздерін үйрену, дамытушылық, шетелдердегі тексеру тәртібінің кәсіптілік деңгейін қарастыру, тәрбиелік, аудиторлық құқықты сақтау, алаяқтық фактілерін болдырмау тәсілдерін талдау. Кейбір елдерде, мысалы Францияда, Қазақстанда аудит жүргізу тәртібіне мемлекеттік органдар араласып, ереже аудит нормативін белгілеп, аудиторлар мен аудиторлық ұйымдарды тіркеуге алып және қызметін бақылап отырады. Ал басқа елдерде, Англияда, ақш тексеру тәртібін кәсіптілік қоғамдық аудиторлық ұйымдар реттеп отырады. Қазақстан Республикасында аудиторлық қызмет құқығының негізі туралы 1998 жылдың 10 қарашасында қабылданған Қазақстан Республикасы заңында белгіленген. Мемлекеттік бақылау мен аудитор қызметін реттеуді біздің елде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі жүргізеді. Сол үшін Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі құрамында бухгалтерлік есепке алу және аудит әдіснамасы жөніндегі басқарма құрылды. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің қызметінің негізгі өкілеттік бағыты болып, Қазақстан Республикасының заңдары негізінде аудиторлар қызметін реттеуші нормативтік актілер жобасын, аудит стандарттарын дайындау, аудиторлық қызметті құқықты жүзеге асыратын бас лицензия беру, аудиторлар мен аудиторлық ұйымның мемлекеттік тізімін жүргізу, Республикалық аудиторлар палатасымен бірге отырып, аудиторларды оқыту бойынша жетекші оқу әдістеме тізбегін белгілеу деген сияқты. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Республикалық аудиторлар палатасы аудиторлық қызметті құқықты жүзеге асыруды, аттестациялау тәртібін, біліктілік комиссиясын құру мен аудиторлыққа кандидаттарды аттестациялаудан өткізу тәртібін, аудиторлық қызметті құқықты жүзеге асыру үшін лицензия беруге алым жиналынып, Қазақстан Республикасының өкіметінде бекітіледі. Аудиторлық қызметке лицензия беруді ұйымдастыру Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының ұлттық банкісіне жүктелгендіктен, аудиторлық қызметті лицензиялау үшін тиісті орталық органдары құрылды. Барлық экономикасына қайған елдерде, сонымен қатар Қазақстан Республикасында тәуелсіз аудиторлар палатасы жұмыс істейді. Олардың негізгі міндеттері аудиторлық қызмет бойынша стандарттар дайындау, аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың қызметін жүзеге асыруды сапалы түрде жүргізуін бақылау, аттестациядан өткізу, аудиторлық қызметпен айналысуға құжаттар беру. Сонымен қатар аудиторлар палатасын үйлестіру жұмысында атқарады, әдептілік ережесін белгілейді, әдептілік ережесін бұзушыға шара қолданады. Әрине, әдеп кодексіне сәйкес. Үй жұмысы Қазақстан нарығында қызмет ететін кез келген аудиторлық ұйымның қызмет ету құқықтық аясын зерттеу.